Ал қазақ тілі сабағын бастаймыз. Оқушылар топқа бөлінді. Жүйрік тобы және жалын тобы болып екіге бөлінді. Алдыларында тұрғандай, бүгінгі сабақты фишкамен бағалаймыз. Әр дұрыс жауапқа бір фишкадан беріп отырамыз. Бір фишка, бір балл. Ал бүгінгі жаңа сабағымыз апатты табиғи құбылыстармен сендерді кішігірім таныстырып кетеміз. Және бүгінгі сабақтың, негізгі сабақтың тақырыбы атау септік. Апатты табиғи құбылыстарға мысалы қар көшкіні жатады. Қар көшкіні дегеніміз қардың төменге қарай жылдам жылжуын атайды. Қар көшкіні қандай жағдайда болады? Қар қалың жауып, артынан күн жылынып кеткен кезде қар көшкіні болады. Қар көшкінінен сақтану үшін не істеуіміз керек? Қар жауып, артынан күн жылынған кезде тауға саяхатқа шығуға болмайды. Біз таулы ауданда тұрғандықтан қар көшкінінен үнемі сақтануымыз керек. Қар көшкіні адам өміріне қауіп төндіреді. Ал балалар, енді жаңа сабаққа өтеміз. Қазақ тілінде 7 септік бар дедік. Бүгінгі өтетініміз атау септік. Атау септік кім не деген сұраққа жауап береді. Атау септік сөйлемде үнемі бастауыш болып келеді. Ал тақтаға қараймыз. 32-ші жаттығуда өзен дүр сілкінді деген сөйлемге қараңдар. Қандай не, кім не деген сұраққа қай сөз жауап беріп тұр? Өзен. Міне, өзен деген сөз бұл жерде атау септік болып тұр. Және бұл жерде бұл сөйлемде бастауыш болып тұр.